Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін уәде еткендей таргет жарнамасын шығаруды көрсететін боламын. Ол үшін бізге бірінші күні жазып алған реклама приложениясы керек. Бірінші бетте сіздерде барлықтарыңызды создать компанию деп тұрады. Соны басасыздар. Трафик сайтаға кіреміз. Мына жерден баннер таңдаймыз. Изменить изображение. Фотопленкаға кіреміз. Фотопленкаға кірген кезде сіздерге осылай галереяларыңыз көрсетеді. Соның ішінен заранее дайындап алған баннерлеріңізді қоясыздар. Баннерді қойдық, келесі бетке өтеміз. Қараңыздар, мына жерде қай салаға таргет жарнамасын шығарып жатсыздар, соған байланысты өтімді қылып текст жазып қоясыздар. Мысалдай мен барлық үйде бар заттармен бір айда 10 килограмм тастауды үйретемін дейін. Бар заттармен бір айда 10 килограмм тастауды үйретемін дедім. Енді сайт деген жерге WhatsApp ссылкаларыңызды, немесе сайт болса сайттың ссылкасын қоясыздар. Мен WhatsApp ссылка қойдым. Призыв к действию деген жерге подробнее таңдайсыздар. Место размещенияға кіріп, ручнойды таңдайсыздар. Қараңыздар, бізде в основном көбісі мобильный устройствомен отырады, сол себепті компьютерді алып тастайсыздар. Сіздердің жарнамаларыңыз қай жерде көрінгенін қалайсыздар? Мен өзімнің жарнамам Instagramнан көрінгенін қалаймын. Сол себептен Instagramды таңдаймын да, қалғанның барлығын өшіріп тастаймын. Міне Instagramды таңдадым, рекламам Instagramнан көрініп тұратын болады. Сохранить галочкамызды басамыз, келесі бетке өтеміз. Мына жерден енді біз аудитория таңдаймыз. Қараңыздар, барлықтарыңызда бірінші местоположениеда США деп тұрады. Осыны міндетті түрде өзгертесіздер. США-ны Қазақстанға өзгертеміз. Қазақстанды таңдап алдым. Енді бұндай арықтау марафонына в основном арықтағысы келетін бізде 25 пен примерно 40 жас аралығы, 25-40 жас аралығындағы әйелдерді таңдадым. Ер адамдар себебі бұндайға қатыспайды. Енді аудитория таңдаймыз. Здоровая диета, питание, спорт. Арықтағысы келетін бізде женский аудитория болғаннан кейін женский аудиториялар қосасыздар. Мысалы, женская одежда, родители деп. Осылай аудитория таңдап алдым. Сіздер әрқайсыларыңыз қай салаға жарнама шығарып жатсыздар, соған байланысты таңдайсыздар аудиторияларыңызды. Осылай аудитория таңдап алдым. Охват примерно 2,5-3 миллион болу керек. Аудиториямды сақтадым. Міне женщины в возрасте 25-40 болды менде, аудитория таңдалды. Енді келесі бетке өтеміз. Бұл жерден сіздер бюджет таңдайсыздар. Қанша доллармен реклама шығарғыларыңыз келеді? Ең бірінші жарнама шығарған кезде всегда аз ақшамен бастайсыздар, 2-3 доллармен. Одан кейін жайлап көтере бересіздер. Сразу 5-6 доллармен шығаратын болсаңыздар, сіздер блокқа кетіп қаласыздар. Бірінші 3 доллармен шығарасыздар. Нәрсе күн таңдайсыз, 5 күнге ма, 6 күнге ма, мен 2 күнге шығарғым келіп тұр. Міне менде астында көрсетіп тұр. Ваша реклама будет показываться до 12 апреля. Вы потратите максимум 6 долларов. Менгі барлығы дұрыс. 2 күнге 6 доллар болып тұр. Сохранить на галочканы басамын. Мына жерде уже предпросмотр рекламы. Мына жерде уже біз рекламамыз тексереміз. Мерім тұр. График 10 мен 12 күні аралығы дұрыс. Бюджетім дұрыс. Ссылкам барлығы дұрыс. Міне тексеріп алдым дұрыс. Дұрыс болса, енді разместить заказ на жасыл кнопканы басамыз. Бұл жасыл кнопканы басқаннан кейін уже сіздердің рекламаларыңыз шығып кетеді. Мен сіздерге пример ретінде көрсетіп тұрмын, сол себепті разместить заказды баспаймын. Сіздер бассаңыздар, сразу рекламаларыңыз шығып кетеді.